أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамаат, Алла разы болсын баршаңыздан. Әрбір басқан қадамдарыңызға Алла нұры жаусын. Бүгінгі бастайтын бап тақырыбымыз 3-ші бап екен. Әш-Шамаилул Мухаммадия кітабынан Бабу ма жаа фи ша'ри Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның шашы туралы. Сол туралы имам Тирмизи рахметуллаху алейх кітабында хадистер жинаған. Бисмилlah 23-ші хадис кімнен жеткен? Ан Анас ибн Малик радийаллаху анху қал. Анас бин Малик радийаллаху анху былай дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның шашы туралы. Кана ша'ру Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам иля нисфи удунайхи. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның шашының ұзындығы құлағының жартысына дейін болған дейді. Бұл Анас бин Малик радийаллаху анхудан жеткен риваят. Келесі хадис. Кімнен жеткен? Ан Аиша радийаллаху анха. Айша анамыздан жеткен мына бір риваятта қалат, Айша анамыз былай дейді. Кунту агтасилу ана ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мин инаин вахидин. Айша анамыз былай дейді. Мен және де Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллам екеуміз бір ыдыстан ғұсыл алған едік дейді. Енді ғұсыл құйынған уақытта Айша анамыз пайғамбарымыздың жұбайы, ханымы, қабырғасы. Көрдім дейді, пайғамбарымыздың шашына мән беріп қарадым дейді. Сол кезде шашы وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ. Пайғамбарымыздың шашы иықтан жоғары, құлақтың жұмсақтылығынан, сырғалықтан төмен болған. Яғни мойын тұсында болған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның шашы мойын тұсында болған дейді. Бұл риваят Айша анамыздан біздерге жетіп отыр. Келесі риваят кімнен жеткен? Анил Бара ибн Азиб радийаллаху анху. Бара ибн Азиб радийаллаху анху былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның шашы туралы былай деген екен. Бұны біз оқыдық алғашқы сабақтарымызда. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам марбуан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам орта бойлы болды дейді. Ұзын бойлы болмады, қысқа бойлы да болған жоқ, орта бойлы. Немесе басқа риваятта орта бойлыдан сәл-пәл асатын еді дейді. Баида ма байнал манкибайни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның иықтары кең болды. Ва кана жумматуху тадрибу шахмата удунайхи. Пайғамбарымыздың шашы дейді, құлақтың жұмсақтылығына, сырғалығына дейін жететін еді дейді. Келесі риваят кімнен жеткен екен? Ан Қатада радийаллаху анху. Бұл Қатада деген кісі Анас бин Малик радийаллаху анху шәкірті болған. Және бұл кісі табииндардың ұлықтарынан болған кісі. Есімі Қатада. Бұл кісінің жеткізген риваяттар бүкіл 6 хадис кітаптарында бар, табылады. Ұлық бір табиғандардан болған. Бұл кісі былай дейді. Қульту ли Анасин радийаллаху анху. Бір күні ұстазым Анас бин Малик радийаллаху анхудан сұрадым дейді. Кайфа кана ша'ру Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам. Я ұстаз, пайғамбарымыздың шашы қандай болды деп сұрадым дейді. Енді бұл кісі Қатада деген кісі пайғамбарды көрмей кеткен. Себебі табиин. Ал Анас радийаллаху анху пайғамбарымыздың қызметшісі, 10 жыл қызмет қылды қасында. Табииндар қызығып тұр ғой, енді пайғамбарды көре алмай кетсек те көрген кісілерден сұрап жатыр. Ең болмаса көз алдымызға бір елестетіп көрейікші, әкеліп. Қандай кісі екен? Пайғамбарымыз бұндай нәрсеге рұқсат етті. Суретімді салмайсыңдар деді, бірақ шамаилімді айтсаңдар болады деді. Шамаил сол пайғамбардың жүзі қандай еді, шашы қандай еді, бойы қандай еді, тағы басқа нәрселер. Қала сол кезде Анас радийаллаху анху былай деп айтты дейді. Лам якун бил жа'ди ва ла бис сабти. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллам шашы өте қатты бұйрада болмады, тегісте болмады. Яғни қандай болған еді?
волнисти, екеуінің ортасында толқынды болды. Кәна яблугу ша'руhu шахмата удунайхи, шашының ұзындығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сырғалығына, мына жұмсақтығына дейін жететін еді дейді. Бұл риwayat Анас радhiyallahu anhuдан жетіп отыр. Келесі хадис кімнен келген екен? Ан Мужахид радhiyallahu anhu. Бұл кісі табииндардан тоже. Пайғамбарды көрмеген, сахабаларды көрген, бірақ табииндардың ұлықтарынан болған. Бұл кісінің де риwayat қылған хадистері бүкіл 6 хадис кітаптарында бар. Бұл Мужахид деген сахаба туралы қысқаша тоқталып өтсек, бұл кісінің толық есімі Мужахид бин Джабир бин Абдилlah, әкесінің есімі Джабір деп келеді, немесе басқа риwayаттарда Джубайр деп те келеді. Әкесінің есімі немесе Джубайр, немесе Джабір дейді. Бірақ көбінесе осы Джабір есімі қолданылады. Әкесінің есімі Джабір, атасының аты Абдулла, өзінің есімі Мужахид. Табииндардың ұлықтарынан болған. 83 жастарында қайтыс болған. Мекке қаласында намаз оқып, сәждеде жатқан уақытында жан тапсырған бір ұлық табиин кісі. Алла разы болсын баршасынан. Осы кісі кімнен жеткізіп отыр? Ан Умми Хани деген анамыздан жеткізіп жатыр. Бұл Умми Хани деген кісі кім? Бинти Аби Талиб, Абу Талибтің қызы. Яғни Али радhiyallahu anhuдан әпкесі, туған әпкесі. Аби Талибтің балдарынан бір баласы Али радhiyallahu anhu, пайғамбарымыздың күйеу баласы. Сол сияқты қыздарынан біреуі де кім екен? Умми Хани анамыз. Яғни Али радhiyallahu anhuдан әпкесі ғой. Сол Умми Хани анамыз былай дейді. Радhiyallahu anha қалат, былай деген екен: Қадима Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Мәкката қудуматан. Пайғамбарымыз дейді, Меккеге келген уақытта, Меккені жаулап алып, жеңіс қылып, фатих қылып, Меккеге кіріп келген уақытында мен пайғамбарымызды көрдім дейді. Кім айтып жатыр? Али радhiyallahu anhuның әпкесі. Сол кезде мұсылман болады бұл кісі, бұл әйел адам. Сонда пайғамбарымызды көрдім дейді. Басына, шашына мән беріп қараған ғой. Бұл бап пайғамбарымыздың мұбарак шашы туралы тек қана хадистер жиналған. Валаху арбау ғадаира, пайғамбарымыздың басында 4 өрім шашы болған еді дейді. Косички. 4 өрім шашы болған еді дейді. Енді ойлауларыңыз мүмкін, бұл қалай болып кетті? Әйел адамдар шаштан өрмейтін еді ме? Бұл еркектер де өре ме? Негізі бұл өзінің заманына қарата, жеріне қарата өзгереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында, сол ғасырларда ер адамдар, батыр кісілер соғысқа барған уақыттарында шайқасқа шаштарын өріп қояды екен. Соғыста ыңғайлы болсын. Бұл батырлар сондай қылып жасайды екен негізінде. Сол үшін фиқх кітаптарымызда мәселе бар. Ер адамның шашы ұзын болып, оны өріп қойған болса, намазды оқығанда қалай оқиды? Шашын өріп оқи ма, или шашын босатып жүріп оқи ма? Немесе сол ер адам, шашы ұзын ер адам, шашын өріп қойған уақытта, душқа түскен уақытта, бой ғұсыл, бой дәрет алған уақытында шашын өрілген жерін босатып жүріп жуыну керек па? Немесе өрілген күйде жуына береді ме? Кім жауап береді? Намазда да, ғұсыл алғанда да шешу керек па? Или мына жақта шешіп, мына жақта шешпеу керек па? Намаз оқығанда ше? Ол кезде де шешу керек, ғұсыл құйынға да шешілу керек, ә? Алла разы болсын, аға. Алла сізден разы болсын, мұнау сіздің хадиямыз бізден. Алыңыз, аға. Рахмет, аға. Тұрып барып беретінен, мұны кішкені. Ал, рахмет, Алла разы, дұрыс. Ер адам шашы ұзын болып өрілген болса, намазды шешіп оқу керек. Ер адам үшін. Ал душқа түскен кезде де шешіп жуыну керек. Ал әйелге келетін болса, әйел адамға шашы тығыз, нық оралған болса, өріліп. Ол кезде душта әртүрлі пәтуалар бар енді. Жаңағыдай шешпей-ақ төбіне су тигізсе жеткілікті деген пәтуалар, ол әйелдер адам үшін. Еркектерге ондай рұқсат етілмейді. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманда батыр адамдар шаштан өріп сөйтіп соғысқа барған екен. Қазіргі заманда енді әйел адамдар өрейтін болса шаштарын, бірақ еркек шашын өсіріп әйелге ұқсап ешқайда соғысқа барып жатқан жоқ қазір. Мысалы Алла сақтасын, еліміз жеріміз тыныш болсын, осылай халқымыз аман болсын, отанымыз тыныш болсын, жеріміз тыныш болсын. Бірақ қазіргі заманда, қазіргі жағдайда әйел адамдар шаштан өріп жүретін болса, соған ұқсап бір жас балда бір еркектер шашын өсіріп соған ұқсап сондай ниетпен
өріп жүретін болса, ол қате, ол дұрыс емес. Сол үшін бұл заманына қарата өзгереді. Түсінікті ма? Енді тағы бір сұрақ қояйын. Жауап берген адамға сыйлық бар. Көрдіңіздер ма? Енді оянған шығарсыздар, көзі ашылып кішкене былай. Бір көзбен бүйтіп, бір жақ ұйықтап кеткен, бір жақпен қарап отқан едіңіздер. Подарка көргеннен кейін екі көз ашылды сразу. Бірақ бұл сұрақ кішкене қиындау. Пайғамбарымыз Меккеге келген уақытта деп жатыр ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға көшті, хижрет қылды. Мәдинаға көшкеннен кейін Меккеге қайттан оралған еді, пайғамбарымыз келіп кеткен еді. Неше рет келді Меккеге? Құрметті жамаат. Пайғамбарымыз Мәдинадан Меккеге 4 рет барған еді. 4 рет. Біріншісінде Умратул Қада деген кезде, яғни Худайбия келісімі болған кезде бір барып келді Мәдинадан Меккеге. Екінші барғаны Бифатхи Мәкка, Меккені жаулаған уақытта, міне осы кезде. Үшіншісі екінші мәрте умраға барған кезінде. Төртіншісі қоштасу қажылығына барғанда. Жалғастырайық. Төртеу айтылды. Келесі бап. Шаш туралы 3-ші бап бітті. Енді 4-ші бап не туралы екен? Бабу ма жаа фи тараджули Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шаш тарауы туралы бір бап. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шашын тарады ма, шашына көңіл бөлді ма, сол туралы хадистерді, риуаяттарды оқимыз. 31-ші хадис. Кімнен жеткен? Ан Аиша радиаллаху анха қалат. Айша анамыздан жеткен риуаят екен. Айша анамыз былай дейді. Кунту ураджилу раса Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям ва ана хаидун. Қараңыз. Бұл сахих хадис. Оқып атқанымыздың көбісі сахих. Хасаны да бар, сахихи бар, сахих риуаяттар. Ешқандай күмән болмасын. Айша анамыз айтады, мен дейді, хайыз кезінде, хайызды білесіздер, етеккір. Арабша хаид деп айтылады. Мен етеккір кезінде, хайыз кезінде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллямның шашын тарайтын едім дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллямның шашын тарайтын едім дейді. Бұны неге айтып жатырмыз? Кейбір адамдар, мысалы, былай дейді, әйел адам хайыз болған кезде, етек кір кезінде ештеңе жасауға болмайды, ол адам, ол әйел адам лас дейді, анау дейді, мұнау дейді, тамақ пісіре алмайды, күйеуінің шашын тарай алмайды, сақалына жақындай алмайды, киімін жуа алмайды, осыны айтқанда ештеңе істей алмайды деп, адам құрлы жаңағыдай көрмей, бір комнатқа кіргізіп, сол жерде отыру керек, жаңағыдай етек кір біткенше, анау мұнау деген сөздерді айтатын адамдар да бар, жоқ емес. Маған да кездесті сондай. Мысалы, атын айтпай қойын, бір адам бар, жаңағы жұбайы немесе қабырғасы осындай хайыз кезінде болған уақытта, немесе келіні, немесе өзінің қызы хайыз кезінде болған уақытта оларға тамақ пісіртпейді. Сен лассың дейді жаңағыдай. Сен қан көріп жатсың, сол үшін сен лассың, сен дым жасама деп жасатпайды жаңағыдай. Бұл түсінік, осындай ақида, осындай сенім, осындай түсінік, бұл қате барлығы. Ислам діні бұндайға бізді үйреткен жоқ. Міне хадис дәлел. Егерде Айша анамыз хайыз кезінде лас болатын болса, бүкіл денесі, ол лас болатын жерді біз білеміз. Қан қай жерден шығады, сол жер лас. Бірақ оның қолы, оның басқа жерлері таза. Пайғамбарымыз рұқсат етіп жатыр. Шашын тарауға рұқсат етіп жатыр. Егерде пайғамбарымыз соны лассың деп Айша анамызға әр түр десе, жаңағыдай бүкіл денең лас десе, онда келетін еді ғой риуаят болып. Ондай жоқ. Немесе басқа бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызға былай дейді: "Я Айша" дейді, "маған жай намазымды берші" дейді. Сонда Айша анамыз былай дейді: "Мен хайызбын" дейді. Етеккір қанын көріп жатырмын, ласпын дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызға былай дейді: "Лайсат хайдатуки фи ядики", сенің хайызың, сенің етеккірің қолыңда емес қой дейді. Қолың таза ғой деп тұр ғой пайғамбарымыз. Осы бәрі дәлел болады. Енді біз білеміз,
әйел адам етеккір уақытында болғанда хайыз кезінде рұқсат етілмейтін жағдайлар бар. Мысалы, намаз оқи алмайды, сосын жаңағы Құран ұстай алмайды, Құран оқи алмайды деген сияқты, мешітке кіре алмайды, ораза ұстай алмайды. Бұларды білеміз. Енді осыған плюс кейбір адамдар бәрін қосып жіберген ғой, тамақты да пісіре алмайсың дейді. Бұл тамақты да пісіруіңе болмайды, анау да мынау комнаттан шықпа, отыр деп айтқандар кімдер? Яһудилердің сөзі. Яһудилер, мына еврейлер, жаңа әйел адам хайыз болса, бір комнатқа кіргізіп қояды екен, мал сияқты қылып қарайды екен. Ештеңе істетпейді, сен қашан тазарасын, сол кезде шығасын деп айтады екен. Тамағын апарып береді, есіктің алдына болды. Бұл қате. Ислам дінінде мұндай жоқ. Келесі хадис. Кімне жеткен? Ан Анас ибн Малик радийаллаху анху қал. Анас бин Малик радийаллаху анхуна жеткен хадисте былай дейді бұл сахаба. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юктиру дахна расихи ва тасриха лихьятихи. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям шашына және сақалына көп зәйтун майын жағатын еді, зәйтун майымен майлайтын еді дейді. Және ва юктирул қина'a, сол көп жаққаны үшін басына бір матамен басын жабатын еді дейді бүйтіп. Мысалы, сәлдесі бар, тахиясы бар, соның арасына, сәлдесі мен басы, шашының арасына бүйтіп мата қойып киетін еді дейді сәлдесін. Немесе тахиясын. Хатта кәәнна thawbahu thawba zayyad. Біз ойлап қалатын едік дейді жаңа матаны көрген уақытта. Мата сондай майланатын еді, зәйтун майын сататын, зәйтун майымен айналасатын саудагердің матасы киімі сияқты деп ойлап қалатын едік дейді. Мына матаны көргенде. Сондай майланатын еді дейді. Себебі шындығында қазір докторлар да дәлелдеп жатыр, мына зәйтун майды адам басына жағатын болса, көп деген пайдасы бар екен. Шаш шықпай жүрген шаш шығады. Тағы да бас аурулармен ауыратындар болса шифа болады. Зәйтун себебі айтылған Құранда. Уаттини уаззайтун. Жұмақта бар нәрсе. Оның майы ішетін болса, адам қолданатын болса, тамырларды ашады. Өте көп. Алла зәйтунмен ант қылып жатыр Құранда. Алла анау-мынау нәрселермен ант қыла бермейді. Уаттини уаззайтун деп зәйтунмен ант ішіп жатыр Алла Тағала. Сол үшін ол бір берекелі нәрсе, құрметті нәрсе. Біздің ұстаздар айтатын еді, Құран жаттай алмай жүрген балдары болса, басы ауырып, күні-түні Құран жаттай алмайды, ұмытылып қалады, басы ауырады. Енді представьте, 24 сағаттың жартысынан көбісі Құранмен өтеді. Кітапты ашып қояды, арабша Құран кітапты оқиды, соны жаттайды. Қиналады, бас шаршайды, ми шаршайды, физически шаршайсыз, духовный шаршайсыз. Сол кезде ұстаздар айтатын еді, түнде ұйықтайын тұрған уақытында жаңа зәйтун майы көп Түркияда мысалы. Түркияның дастарханында таңертең екі нәрсе әрқашан болады. Біреу зәйтун, екіншісі пейнер дейді. Ірімшік қой жаңағыдай. Ақ. Творог деп айтыла ма? Сон біреу зәйтун. Ешқашанда содан бос болмайды дастархан. Әрқашан болады. Соны бар ғой дейді бізде. Арзан өте. Соның майын жағында дейді бастарыңа. Ол таң атқанша сіңіп кетеді. Сонда шифа болады. Жасап қараңыздар. Шаш өспейтін кісілер болады ғой. 50 мыңға, 100 мыңға дәрі алғаннан көрі, аптекаға барып, неге барып, 5-6 мыңға зәйтун алып, бірақ жақсы зәйтун болу керек. Андай 1000 теңге зәйтун алып, жағып, ертең ұрсып жүрмеңдер маған. Шаш одан сайын түсіп қалды ғой деп. Не болып кетті оны, шаш жоқ деп, қалмай қалды ғой деп жүрмеңіздер. Жақсынан, качествосынан, тазасынан, дұрысынан. Жақсы ма? Мына жерде thawbahu деген сөз айтылып жатыр. Негізінде thawb деген сөз арабша переводтайтын болсаңыз екі мағынасы. Біріншісі полный киім айтылады. Үстіңгі, төмендегі жаңа шалбар болсын, сымы болсын, трикосы болсын, барлығын бірдей арабтар thawb деп айтады. Екінші бір мағынасы thawb деп мынандай матанды айтады. Біздің батыс тілінде шүберек дейді, мата дейді, осыларды айтылады thawb деп. Енді бұл жерде былай ойлап қалмаңыздар дейді. Пайғамбарымыз жаңағы зәйтунды қолданған уақытта оның thawbahu, оның киімі, егер сөйт переводтайтын болсаңыздар дейді, онда оның киімі барлығы майланатын еді деген перевод шығып кетеді. Олай емес. Пайғамбардың денесі, киімі таза еді. Ал қай жері майланады? Жаңағы мынау матасы, сәлдемен басының арасына қоятын. Немесе
көйлегінің жағасы. Шаш тиеді. Сондай байқалатын еді дейді. Келесі хадис. Кімнен жеткен екен? Ан Айша радияллаху анха қалат. Айша анамыздан жетіп отыр. Айша анамыз былай дейді. Ин кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ла юхиббу ат-таяммуна في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وفي انتعاله إذا انتعل. Мағынасы, переводы, Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз дейді, оң жақтан бастағанды жақсы көретін еді дейді. Жақсы істерді, дұрыс амалдарды әрқашан оң жақтан бастағанды жақсы көретін еді. Мысалы, дәрет алғанда оң жақтан бастап алатын еді. Оң жақ қолын жуады, кейін сол жақ қолын, оң жақ аяғын жуады, кейін сол жақ аяғын деген сияқты. Шашын, сақалын тарағанда пайғамбарымыз оң жақтан бастайтын еді дейді. Және аяқ киім кигенде оң жақ аяғынан киіп бастайтын еді дейді. Мешітке кіргенде оң аяқпен, мысалы, шыққанда сол аяқпен, әжетханаға кіргенде сол аяқпен, шыққанда оң аяқпен. Түсінікті ме? Келесі хадис, және соңғы хадис. Ан Абдулла бин Муғаффал радияллаху анху қал. Абдулла бин Муғаффал деген кісі радияллаху анху сахаба былай дейді. Наха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз бізді тыйған еді дейді. Пайғамбарымыз тыйған еді, рұқсат етпеген еді. Қандай нәрседен? Неден? Анит тараджули илля ғиббан. Кейбір ер адамдар болады, мысалы, айнаның алдынан шықпайды, отырып алады да шашын тарай береді жаңағыдай. Бетіне қарай береді. Ойбай, мен әдемі екенмін ғой, анау екен, мынау екен ғой, шашым әдемі екен, былай тарайын, солай тарайын. Осындай нәрселерден пайғамбарымыз тыйды бізді дейді. Қалай қолдану керек? Қалай көңіл бөлу керек? Күнара дейді. Яғни күн сайын емес, күнара немесе 2 күнде бір күтім жасаса болады дейді. Бірақ айнаның алдына отырып алып, айнадан шықпай, неге рұқсат етпейді? Себебі кейбір адамдар бір бастаса, бір жағын тарап, шашын тарап, 3-4 сағат, ең аз 2 сағат кетеді. Ол бостан босқа ысырап, алтын уақыты жоғалып жатыр. Одан да ол басқа бір пайдалы нәрсені үйренгенде дейді. Енді бұл ер адамдар үшін айтылып жатыр. Әйелдер үшін оларға рұқсат. Күн сайын шашын тарап, дұрыстап, бетіне жаңағы кию үшін боянып, әдеміленіп жүрсе болады. Бірақ ол кісілерге де шашын тарайым деп 2 сағат отырып алуға да дұрыс емес, жайыз емес. Жақсы ма? Енді, құрметті жамағат, қарап отырсаңыздар, бұл жерде әртүрлі риваяттар бар, әртүрлі сахабалардан. Мысалы, шашының ұзындығы құлағының ортасына келді дейді, құлағының жұмсақтылығына дейін еді, мойынның ортасына келді. Неге әртүрлі? Себебі бұл сахабалар сол кезде көрген еді пайғамбарымызды. Пайғамбардың шашы құлағының сырғалығына дейін келіп тұрды ма? Мысалы, Бара бин Азиб сол кезде көрді де, көргенін бізге жеткізіп жатыр. Мысалы, сапарда болған уақытта шашына көп уақыт бөле алмай пайғамбарымыз, керісінше сапарды бір шайқасқа кетіп бара жатыр, шашына теспейтін еді. Шашы ұзарып, өсіп кете беретін еді. Сол кезде көрген сахабалар айтып жатыр, иыққа жетпейді, құлақтың жұмсақтылығынан асады, яғни мойынның ортасына дейін келетін еді дейді. Бірақ ешқашанда пайғамбарымыз шашы иықтан асып, кіндікке дейін созылып, ондай болмаған. Мысалы, бір адамдар шашын ұзын қылып өсіріп, мұны бір пайғамбардың сүннеті десе, бұл пайғамбардың сүннеті емес, иықтан асырып жүрсе. Мысалы, пайғамбардың сүннетіне амал жасаймын деп шаш өсіретін болса, бұл да бір сүннет. Бірақ дұрысы, ғалым уламаларымыздың айтатыны, дұрысы медреседе оқып жатқан тәләбалар үшін вообще шашты қысқартып, немесе тоқыр қылып жаңағыдай алып тастаған жақсы дейді. Себебі күтім керек. Сіз медресеге оқу үшін келдіңіз бе? Немесе шаш тарап айнаның алдында отыру үшін келдіңіз бе дейді ғалым улама. Медресеңізді тамамдап бітіргеннен кейін өсіре берсеңіз болады дейді, сүннетке амал қылып. Бірақ мен осы Қазақстан имамдарын қарайтын болсақ, шашы ұзын болып, құлақтың жұмсақтылығына дейін немесе асырып, өсіріп имамдыққа шығып жүрген имамды көрген жоқпын мысалы. Ол етак адам өскен сайын шаш етак түседі. Жасы 30-40-тан асқаннан кейін кім жүреді мынандай шашпен ұзын қылып? Енді сұрақ қойылады, мә сонда мен пайғамбардың сүннетіне амал қылмай жатырмын ба? Жоқ, пайғамбарымыз кейде шашын алып тастаған. Бірақ мынандай нәрсеге запрет бар. Бір жағын алып, бір жағын алмай,
үстін 3-4-пен алып, мына жағын 1-2-мен қысқартып, машинкамен. Бір әншіге, бір моды, бір Америкадан біреу шықты, мұсылман емес, бір футболист. Шашын былай алады екен, мына жағын былай бояйды, мына жағын былай бояйды. Мен де сондай қылам деп жасайтын болса, бұған категорически запрет қылады ислам діні. Пайғамбар рұқсат етпейді. Неге? Мән ташаббаха биқаумин фахуа минхум. Кім қандай қауымға ұқсаса, солармен бірге болады, солармен бірге тіріледі. Пайғамбарымыз өсіруге рұқсат етеді, барлық жері бірдей болып өссе егер. Пайғамбарымыз алып тастауға рұқсат етеді, барлық жерін бірдей қылып қысқартсаңыз рұқсат етеді. Және барлық жерін бірдей алып тастасаңыз егер, тықырлатып. Мысалы, пайғамбарымыз шашты өсірген сүннет деді. Алып тастауға да пайғамбарымыз айтқан кездерде болған еді. Мысалы, сахабалардан 1-2 адам болды, шашын өсірген, пайғамбарымыз сүннеті деп, бірақ күтім жасамаған, қалай болса солай. Пайғамбарымыз оларды көрді де айтты, алып тастаңдар деді, ноң болмайды деді. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху бір жас баланы әкелді, шашын барлығын алған, тықырлатып, бір жерлеріне қалып кеткен шаштар, қалдырып қойған. Пайғамбарымыз айтты, бұны бірдей қылып өсір деді, бәрін бірдей қылып алып таста деді, рұқсат еткен жоқ. Бар ғой мысалы, кішкентай бала жүгіріп жүреді, мына жерінде шашы бар, мына жағын бәрін алып тастаған мысалы. Дұрыс емес бұл. Полный алып тастау керек, полный өсіру керек, бірдей қылып бүкіл жерін. Осымен 3 пен 4 бабымыз бітті. Алла нәсіп етсе, келесі сабақта 5 баптан жалғастырамыз. Көп уақыт алмай, 40-45 минут көп болса, иншалла. Келіңіздер, қалмаңыздар. Мәндәллә аля хайрин фәләху мислу әжри фаилихи дейді пайғамбарымыз. Кім бір жақсылықтың жасалуына себепші болса, сол жақсылықты жасаған адам қандай сауап несі болса, себепші болған адамды дәл сондай сауапты алады дейді. Мысалы, сіз мына жерге келіп жатсыз, осының барлығын естіп жатсыз, ойбай, бүйтсе солай болады екен, сөйтсе былай болады екен ғой деп біліп, өзім білейінші, басқасын айтпай қойын, сәкең мәкең ішсе іше берсін, жүрсе жүре берсін десе, ол адам бірінші тозаққа кіретін, айтпай жүрген адам. Сол үшін тозаққа кіретін ең бірінші адамдардан біреуі ғалым уламалар болады, патшалар болады, шахидтер, мужахидтер болады. Неге патша десе, патша Алла Тағала оны патша қылып отырғызып қойды, бір елдің патшасы қылып, қолдасына миллиондаған халықты берді, қалтасын ойлап қалтасына тыға берсе, қалтасы толғаннан кейін айналасына ең жақын адамдарын ойлап сөйтіп, бірақ халықты аш қылып қойса, сол халықтың көз жасы оны жұмаққа емес, жаңағыны тозаққа итермелеп, қолынан сүйреп, жүзін жерге жабыстырып, сүйретіп бар тозаққа тығып жібереді Алла Тағала періштелермен. Себебі Алла оған сондай власть берді, күш берді, ол соны қолданып өзіне халқын ойламай қойды ғой, аш қылып бірінші тозаққа кіреді екен. Алла сақтасын. Екінші, мужахидтер, Алла жолында жан тапсырғандар. Молдеке, сен не дейсің? Ал деп отырсың? Керісінше мужахидтер, Алла жолында жан тапсырғандар жұмаққа бірінші кірмей ме? Бар ондайлар. Бірақ кейбір мужахидтер бар, мужахид Алла жолында соғысып, шахид болған, жан тапсырғандар. Ондайлар да тозаққа кіреді екен. Неге? Ол атқа мінеді, немесе қазіргі тілмен айтқанда машинасына, танкіге мінеді де дұшпанға қарата басады. Аллаху акбар дейді, немесе тағы басқа сөздерін айтып кетеді. Бірінші кетіп бара жатыр. Бірақ оның ойы, мен бірінші барып өлейін, мен өлгеннен кейін барып Алматының бір қаласының, бір ауылының бір жерінде, бір көшеде, немесе бір ауылының бір жерінде, бір қиылысында маған арнап бір көше ашсын, маған арнап бір мүсін салсын, халық мені батыр деп айтсын, ертең мені ұмытпасын деген ойды көрдіңіз бе? Алла үшін емес, атақ үшін болып кетті. Сол үшін ол атымен, машинасымен шауып, ұшып барып тозаққа кіріп кетеді екен. Ойы бұзық бұның. Сол сияқты ғалым ғұламаларда болады екен. Бәрін біледі, көріп тұрады, тыймайды. Мұның харам деп айтпайды. Құрсын іше берсін. Бәкеңнің баласы ол, теспе. Ауыз қисық болса да патшаның қызы сөйлесін, құрсын сөйлей берсін. Анау біліп тұр барлығын. Айтпайды. Сол үшін айтпаған үшін тозаққа кіреді. Шақыру керек. Кел бауырым, сұхбатқа кел. Не істеп жүрсің сен? Таста телефонды, кел, бір тыңда. Подарка береді екен, жақсы нәрселер айтылады екен, тағы басқа. Сол үшін жақсы нәрсені жасауына кім-де-кім себепші болса, жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды дейді қазағымыз. Жақсы нәрсені жасауына себепші боласыз ба? Сол адам келді ғой, садақамды қайда берейін, көмек қайда жасайын? Кел мешітке кел, көмек қыл, светіне, тауғына,
тағы басқа жеріне, ей, Алла разы болсын, міне мен бердім мешітке, сен себепші болдың, сен айтпасаң мен кетіп қалатын едім ана жаққа деді ма, сен себепші болдың ба, сол адам мешітке көмек қылды, немесе мешіт салып берді. Қанша миллион миллиардтаған сауап, дәл сондай сауап сізге де жазылады. Себепші болдыңыз. Енді, құрметті жамағат ағалар, соңғы сабағымызда бір ағамыз осы жамағаттан арамыздан былай деп айтқан еді, менен сұраған еді соңғы сабағымызда. Келмеді, бірақ осыны бір естіртіп не қыласыздар, Алла қаласа. Бір патша туралы сұраған еді. Сол туралы айтайын нәсіп етсе. Кім патша ол, не істеді, не қылды? Қараңыздар. Египет, Мысыр, сол жақтың патшаларын фирғауындар деп айтқан. Мысалы, түріктерде сұлтан, падишах, анау мынау. Қазақтарда хан, ханем. Сол сияқты Йеменде, Йеменнің патшаларын бәрін бірдей Тубба деп айтқан екен. Тубба. Бұл Тубба деген нәрсе Құранда екі жерде айтылады. Біріншісі Қаф сүресі. Бұл Құранның 50-ші сүре. Осы Қаф сүресінің 14-ші аятында Тубба деп айтылады. Екіншісі Құрандағы 44-ші сүре Духан сүресінің 37-ші аятында да Тубба деп келеді. Бұл Тубба деген патшалардан ішіндегі біреуі бір жақсы патша екен, дұрыс. Бұл кісі пайғамбарымыздан шамамен 1000 жыл бұрын өмір сүреді. Пайғамбарымыздан 1000 жыл бұрын дүниеге келген адам. Сөйтіп, бұл адамның әскері, солдаттары Йемен мен Шамның арасын толтыратын болған ғой. Әскерлердің саны сондай көп. Бұл бастайды, барлық жерді жаулап келе жатады әскерлерімен. Сөйтіп қайда келеді? Меккеге келеді. Қаратас Қағбатуллаға, Хаджирул Асвадқа келеді. Қаратастың алдына. Сөйтіп кіріп келсе сол жерге. Арабтар сол жерде өмір сүріп жүрген, сол заман, сол ғасырдағы кісілер менсінбейді мына Туббады. Бір қарайды, тауафын жасай береді айналып. Сөйтіп бұл Тубба деген ашуланады. Ей, мыналар мені танымай ма? Мен қанша елді басып келе жатырмын. Бұлар кім? Мына Қаратас не деп боқтап қояды Қаратасқа, жаман сөздерін айтып қояды. Қиратам, бетем, сөйтем дегеннен кейін бұл Тубба деген жаңағы патша ауырады. Сөйлеген сайын аузынан сасық иістер шығып бастайды. Адам жақындамайды қасына. Денесінде бір аурулар пайда болады. Бүкіл докторлар шақырады. Емдей алмайды. Байлығымды берем дейді. Емдей алмайды. Сөйтіп сол жерде өмір сүріп жүрген бір ғалым кісі бар екен, дұрыс адам, дұрыс жолдағы жүрген. Сол кісі барып айтады ғой, ей патша дейді, мына ауруың дейді. Бұл бір физически ауру емес, бұл духовный бір ауру дейді, рухани бір ауру. Сіз бір нәрседен бір кәсек қылып қойған шығарсың. Аузыңыздан бір шықпайтын бір сөз шығып қалған шығар, сөзіңізден авария болған шығарсыз дейді. Не істеп қойдыңыз дейді. Мен келген кезде мына тасты жамандаған едім, осы жамандағаннан кейін басталды осының бәрі дегенде, олай болса бұның емі кешірім сұрайсыз. Бұл тастың иесінен кешірім сұрайсыз. Бұл тастың иесі кім? Алла Тағала, Алланың үйі ғой. Жер бетінің ең бірінші үйі. Құранда аят, Байтулла Алланың үйі. Кешірім сұраңыз, тәубаға келіңіз дейді. Жаңағы бастайды кешірім сұрап, көз жасы төгіп, жазылады, тап-таза болады денесі. Содан бұл Йеменнен, өзінің елінен, жерінен маталар, қымбат-қымбат маталар алдырып, сол халыққа, сол жердегі адамдарға таратып, рахметін айтып, Қағбатулланың үстін матамен ең бірінші жапқан адам осы. Тубба деген патша бір. Сөйтіп Меккеден Мәдинаға барады ғой, зиярат қылып. Уже басып алу ниетінде емес, қорқыты ғой. Мәдинаға барады. Неге? Сол Мәдина жерінде өмір сүріп жүрген яһуди ғалым ғұламалар болады. Жаңағы кітаптарды ашып, бұрынғылар. Соларға барып, мына Қағба туралы, Қағбаның иесі туралы ақпарат жинағысы келеді. Уже қызығады. Қандай дін бұл? Не нәрсе деп. Сөйтіп Мәдинаға барып кітаптарды ақтарып отқан уақытта, ғалым ғұламалармен ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның келетіні туралы информацияны біліп қалады ғой. Және сол жерде ғалымдар, жаңа яһуди еврейлердің ғалымдары айтады.
Біз айттық соңғы сабағымызда, олар келетін соңғы пайғамбарды баласынан артығырақ білетін еді. Даже аты, есімі жазылған еді кітаптарында. Пайғамбарымыз өзі айтады, Құраннан бұрынғы кітаптарда, Тәурат болсын, Инжил болсын, Ахмет, Ахиет деген есімдерім бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бөлек Омар радиаллаху анху туралы да жазылған еді. Онда айттық. Сөйтіп бұл кісі не істейді? Отырып алады да айтады ғой, мен соңғы пайғамбарды күтем дейді. Ол кісі демек Меккеде өмір сүреді, сосын ол жерден хижрет қылады, көшет Мәдинаға, бәрін білген ғой. Осы жаққа келеді, осы жерде өмір сүреді, және осы жерде жан тапсырады. Олай болса, ол кісіні мен махаббатпен дұрыстап тұрып күтем, ол кісіні көргім келеді деп отырады екен сол жерде, бүкіл семьясына келіп. Сөйтіп біраз қанша уақыттар өткеннен кейін айтады ғой, ойланады, что-то дейді, мен күтіп отырмын, бірақ менің ғасырыма, менің заманыма келмейтін сияқты дейді. Сөйтіп не істейді, жаңағы емдеп алған ғалым бар ғой, соны шақырады, сіз келіңізші, сіз бір жақсы адам сияқсыз, мені емдеп алдыңыз деп, сол кісінің бүкіл жағдайын жасайды да, сіз семьяңызбен келіңіз деп 400 үй салып береді Мәдинаға. Неге? Мен қайтыс болып кетсем, мен жоқ болып кетсем, басқа жаққа кетіп қалған жағдайда, сіз жаңа пайғамбар келетін болса, соңғы ақыр заман пайғамбар, мен бір хат жазған едім сол кісіге арнап, осы хатты соған беріңізші деп тастап кетеді деген бір хатты. Егер сіз көре алмай кетсеңіз, сол пайғамбарды балаңызға беріңіз. Балаңыз көре алмаса, немересіңізге берсін. Ол үшін ұрпақтан ұрпақ кете берсін жаңағы хат деп бір хатты жазып тапсырып кетеді екен, аманат. Сөйтіп арадан 1000 жыл өтеді. Енді осы жерден бір пауза басайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға келген уақытта не істеген еді? Айтты ғой, мына түйе қай жерге шөксе, сол тұстағы үйге барып мен қонақ болам деп. Бәрі таласты ғой ансарлар. Я Аллахның Расулы, біздің үйде қонақ болыңыз. Я Аллахның Расулы, есік ашық, төрде орныңыз бар, сіз біздің үйге келіңіз. Жоқ деді. Бұл түйеге Алла әмір қылды, әмір алынған түйе бұл, әмірді алды, бұл қай жерге барып шөксе, сол жерге барып, сол айналада үйге барам деді. Сөйтіп түйе кімнің үйінің алдына барып шөккен еді? Аюб әл-Ансари радиаллаху анхудың үйінің тұсына барып шөккен еді. Сөйтіп Аюб әл-Ансари мәз енді, ойбай, үйге пайғамбар қонаққа келіп жатыр, біздің үйде қалатын болды деп, пайғамбарымызды отырғызып, төрге шығарып, заттарын әкеліп, сөйтіп жатқан уақытта, я Алланың Расулы дейді ғой, кешіресіз дейді. Айта бер, не болды? Бір аманат нәрсе бар еді. Аталарынан келе жатқан бір аманат нәрсе бар еді, соны сізге берсем болады ма дейді. Әкел дейді. Сандықты ашады да ішіне жаңа хатты шығарады ғой. Сөйтсе жаңа хат Аюб әл-Ансаридің кім екен, жаңа кісі аталары екен. Сөйтіп хатты ашып бараса, оқып береді енді пайғамбарымызға. Былай жазып кеткен екен жаңағы Тубба деген патша. Аманту бика ва ана аля роббика ва ана аля диника. Аманту бика. Ей пайғамбар, мен саған иман қылдым. Саған сендім. Сен соңғы пайғамбарсың. Сенен басқа пайғамбар келмейді, ақыр заман пайғамбар сенсің, саған сендім. Және ва ана аля роббика, сенің Раббыңа иман қылдым. Яғни Алла тағалаға иман еттім. Алладан басқа Құдай тәңір деген нәрсе жоқ. Жалғыз ғана Алла ғана бар. Мен мүшрик емеспін. Мен сол жалғыз Аллаға ғана иман қылдым. Яғни сенің Раббыңа. Және ва ана аля диника, және де ислам дінін хақ, тура жолы екенін мен мойындадым деп жазған. Жалғасында, я Алланың Расулы, рұқсат етіңізші, сіздің ең бірінші үмметіңіз мен болайыншы, мен болғым келеді деп жазып кеткен екен. 1000 жыл бұрын осы хат тастап кеткен. Енді сіздер бұған таңқалып жатсыздар. Таңқалатын дүние, одан да таңқалатын нәрсе айтайын ба? Бұл 1000 жыл бұрын өмір сүріп кеткен кісі пайғамбарды көрмеді, махаббатымен жазып кетті, иман қылған. Вообще таңқалатын нәрсе, арадан 1445 жыл өтті, кімдер келді? Міне біз келіп отырық. Біз 1445 жыл бұрынғы пайғамбарды көрмесек те, не істеп отырық? Иман қылып отырық. Біз көпше таңқалатын емес пе? Аллаху акбар. Солай емес пе? Біздікі 1445 жыл. Тубба 1000 жыл. Алла имандарымызды қабыл қылсын. Алла сол иманымызды нық қылсын, аяғымызды. Осы жолда сәбит қылсын, яғни осы жолдан бізді тайдырмасын, Алла тағала тура жолдан. Осы тура жолда мұстақим, сиратул мұстақим жолымен кете беріп, жұмаққа Алла қаласа пайғамбарымыздың үмметі болып, пайғамбарымыздан кейін ең бірінші жұмаққа кіретін пайғамбарымыз үмметі болады. Сол үмметтердің қатарынан етсін біздерді иншалла. Алла қабыл қылсын. 40 минут болған екен.
келесі сабаққа қалдырайық. Алла нәсіп болсын. Бізде келесі сабақ қашан, Асеке? Среда күні, сәрсенбі күні екен. Келіңіздер. Әр адам ең аз 1-2 адамнан алып келсін, сұхбат тыңдасын деп. Алла қабыл болсын. Сосын ертең мәулет па? Онда. Ертең нешеде? Сағат 10-да мәулет екен, құрметті жамаат. Ол жерде сұрақ қойылады, мәулет оқылады, сыйлықтар беріледі. Енді бір адам ғана сыйлық алды деп не қылып қалмаңыздар, тағы бір сұрақ қойып, тағы бір сыйлықты беріп жейін. Ал бисмилля. Бұл жерде сахабалар айтылып жатыр ғой енді. Бара деді, Анас деді радиаллаху анхума. Бара бин Азиб радиаллаху анху туралы бір ақпарат айтыңызшы. Кім біледі? Бара деген сахаба туралы. Не істеді, не қылды, кімнің баласы, не қылды, не істеді? Бір ақпарат сол туралы, сол сахаба туралы. Бара бин Азиб радиаллаху анху. Сондай берсе бәрін айтып берейін тұрсыз. Алла разы болсын. Міне, бисмилля. Алыңыз. Бисмилля. Алла разы болсын. Рахмет. Ал, қабыл болсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Ya Erhamur Rahimin, Ya Erhamur Rahimin, Ya Erhamur Rahimin, Ya Allah'ım. Ya Allah'ım, осы уағызға, осы жерге жамағатпен намаз деп қадам басып келіп жатқан осы ағаларымыздың және де міне келіп жатқан апамыздың, Аллахым, әрбір басқан қадамдарыңызға Алла нұры жаусын. Тілеген дұға, ниет тілектеріңіз Алла Тағала қабыл етсін. Үйлеріңізге, отбасы семьяларыңызға, бала шағаларыңызға ислами берекелер, рызық нәсібелеріңізді мол халалнан қылсын Алла Тағала. Я Аллахым, тілеген бүкіл жақсы тілек, ниет, дұға баршасын Алла Тағала біздерден қабыл қыл. Еліміз, дінімізді аман қыл. Я Аллахым, айдан айға, жылдан жылға аман есен жете беруімізге баршамызға нәсіп ет. Я Аллахым, қылған дұғаларымызды Меккеде, Қабатуллада, Хаджрул Асвадта, пайғамбарымыздың мешіті, Мәсджидун Наби, пайғамбарымыздың қабірінің қасында, және де Бәйтул Мақдис, я Аллахым, Арафада қылынып және қабыл болған дұғалардың қатарынан ет осы дұғанда, я Аллахым. Я Аллахым, айдан айға, жылдан жылға аман есен жете беруімізге баршамызға нәсіп ет. Мәулет айы құтты болсын, мұбарак болсын. Келесі мәулет айларына да аман есен жетуімізге Аллахым баршамызға нәсіп бол. Я Аллахым, осы мешіттің жамағатын көп қылып, асып тасып осы жерді толтыратын жамағаттардан қыл, я Аллахым. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أقوى